бисквиттің жасалу жолын көрсеттім. Енді ары қарай торттың қалай жасалу жолын және оған қандай крем қолданатынымызды және де торттың бетін қалай әрлейтінімізді көрсететін боламын. Ең алдымен бисквиттерімізді осылай әрқайсысын 3 бөлікке бөліп аламыз. Теңдей 3 бөлікке бөліп аласыздар да. Осындай подложкаларды бірінші дайындап аласыздар. Ең астыңғы подложка қалыңдау болған дұрыс, өйткені торттың барлық салмағы осы ең астыңғы подложкаға түскендіктен ол қалың болған дұрыс. Бірінші таяқшамыз өзі арнайы таяқша болады. 3 қабатты, 2 қабатты торттарға арналған таяқшалар болады. Ол кондитерлік магазиндерде сатылады. Сол таяқшаның көлемімен подложканың тура ортасын тесіп алып дайындап аласыздар. Одан кейін кальциумызды қойып, бисквитімізді осының ішіне жинап аламыз. Яғни тортымызды кальционың ішіне жинап аламыз. Бұл жерде мендегі крем, сахарный пудра, творожный сыр және сливки. Сол үшеуін араластырып аласыздар да жаға бересіздер. Қанша граммнан екен видеоның соңында видеоның астына жаза кетемін. Мына видеода байқасаңыздар, мен әр бисквиттің үстіне сироп жағып жатырмын. Мен үй жағдайында сүтке азғана сахар қосып, соны жағып жатырмын. Сонда тортымыз құрғақ болып қалмайды. Сүт болмаса, кәдімгі суға сахарымызды ерітіп, сахарный сироп жақсаңыздар да болады. Осылай ең бетіне кремімізді жұқа етіп жағып, оның бетіне осылай пленкамен орап, морозильникке салып қоясыздар. Бисквиттің де қалған бөліктерін тура бірінші қалай жасадық, солай бұларды да жинап аласыздар да морозильникке салып тастайсыздар. Енді сыртындағы кремін дайындайтын боламыз. 200 грамм сары майға, 82% сары майға 200 грамм сахарный пудра салып, осылай миксердің көмегімен мыжғылап аласыздар. Себебі бұл жерде маргарин, холодильникте тұрған маргарин болғандықтан қаттылау келеді. Сол үшін, шашырап кетпеу үшін алдымен миксерді қоспай тұрып, басымен мыжып, одан кейін миксерді қосып, біркелкі етіп араластырып аласыздар. Одан кейін творожный сырымызды қосып, бұл жерде мен 400 грамм творожный сыр салдым. Соны қосып, осылай крем дайындайтын боламыз. 2 есе үлкеймейді, бірақ 1 есе үлкеюі мүмкін. Крем дайын болғанда, мына мұқият қараңыздар, қасықты төмен қаратқан кезде крем жерге түспей тұр, яғни өз-өзін қасықта ұстап тұр. Демек, крем дұрыс. Кремді 2 бөлікке бөлдім, теңде 2 бөлікке бөлдім. Біреуіне краска қостым, көк краска, екіншісіне қосқан жоқпын. Яғни мен тортты 2 түспен шығарғым келді. Және осылай жасадым. Жиналып тұрған бисквиттерімізді алып, осылай кальциядан шешіп, кремімізді жағып қаптайтын боламыз. Әуелгі таяқшамен тағы да тортымызды тесесіздер да, таяқшаны қайтадан шығарып аласыздар. Өйткені қай жерінде екенін біліп тұру үшін тес болғаннан кейін бетіне кремді жаға бересіздер. Ақ түс пен көк түсті араластырып, осылай жасауды жөн көрдім.
ниетimiz креми аздау болгон калады, сол үчүн кремди көп жаккан жокмун. Экинчи катарын осылай артык кагазын кыйып аласыздар да кайшынын көмөгү оны да таякчанын үстүнөн кийгизип экинчи кабат этип орнотасыздар. Осылай үшінші қабатында таякчанын көмегімен кесіп алып, оны да тура солай үстінен қойып шығамыз. Қалған кремімізді осылай тортымыздың барлық жеріне жағып аламыз. Мендегі мұндағы жазулар мастикадан жасалды. Көк пен ағын араластырып, осылай мастиканы арнайы қалыптарға салып, холодильникке 10 минут, 5-10 минут қойып, қайтадан алсаңыздар, осылай форма шығарып береді. Әсемдігі үшін тортымыздың әр қабатына осылай сливке жағып шықтым. Өзінің гүлді арнайы насадкасымен және де қалған ақ шоколадтарды осылай әртүрлі фигураларға салып безендірдім. Қартектес болсын деп кокосты осылай әр жерлеріне сүйіп шықтым, және де сахарный пудраны ең үстінен астына дейін сүйіп шықтым. Тортымыз ұнаған болса лайк басып, өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіз, және де арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз.